Су адам ағзасының дұрыс жұмыс істеуі үшін ең маңызды заттардың бірі. Ересек адамның денесінің шамамен 50-60% судан тұрады. Судың организмге пайдасы. Бір, дене қызуын реттейді, терлеу арқылы ағзаны қызып кетуден қорғайды. 2, жасушалардың жұмысын қолдайды, барлық мүшелердің қалыпты қызметіне қажет. 3, ас қорытуды жақсартады, тағамның қорытылуына және қоректік заттардың сіңуіне көмектеседі. 4, уытты заттарды шығаруға ықпал етеді, бүйрек арқылы қалдықтардың сыртқа шығуына көмектеседі. 5, буындарды қорғайды, буын сұйықтығының негізгі құрамдас бөлігі болғандықтан қозғалысты жеңілдетеді. 6, терінің саулығын қолдайды, жеткілікті су ішу терінің құрғауын азайтуға көмектеседі. 7, мидың жұмысын жақсартады, су жетіспесе, зейін төмендеп, бас ауруы пайда болуы мүмкін. 8, қан айналымын қолдайды, қанның қалыпты айналуына және оттегінің тасымалдануына көмектеседі. 9, зат алмасуды қолдайды, ағзадағы көптеген химиялық реакциялар су қатысуымен жүреді. 10, физикалық белсенділікті жақсартады, жеткілікті су бұлшықеттердің тиімді жұмыс істеуіне көмектеседі. Күніне қанша су ішу керек? Көпшілік ересек адамға тәулігіне шамамен 2-3 литр сұйықтық қажет. Оның бір бөлігі тағамнан келеді. Нақты қажеттілік адамның салмағына, ауа райына, дене белсенділігіне және денсаулық жағдайына байланысты өзгереді. Суды қалай дұрыс ішу керек? Күні бойы аз-аздан ішкен дұрыс. Шөлдегенше күтпеген жөн. Ыстық күндері және спортпен айналысқанда суды көбірек ішу қажет. Қант қосылған сусындардың орнына таза су ішкен пайдалы. Маңызды, суды шамадан тыс көп ішу де зиян болуы мүмкін, өйткені қандағы натрий деңгейі тым төмендеп кетуі ықтимал. Сондықтан суды ағзаның қажеттілігіне сай мөлшерде ішкен дұрыс. Суды шамадан тыс көп ішу де денсаулыққа зиян болуы мүмкін. Әсіресе қысқа уақыт ішінде өте көп су ішілсе, ағзадағы тұздардың, әсіресе натрийдің деңгейі төмендеп, қауіпті жағдай туындауы мүмкін. Көп су ішудің ықтимал зияндары. Бүйрекке артық жүктеме түсіреді, жиі зәр шығаруға мәжбүр етеді. Қандағы натрий деңгейін төмендетуі мүмкін, гипонатриемия, бұл сирек болса да қауіпті жағдай. Бас ауруы, жүрек айну, әлсіздік тудыруы мүмкін. Қол-аяқтың немесе беттің ісінуі байқалуы мүмкін. Ұйқының бұзылуы түнде жиі дәретке тұруға әкеледі. Ауыр жағдайларда сананың шатасуы, құрысу, тіпті өмірге қауіп төндіретін асқынулар болуы мүмкін. Қанша су тым көп? Нақты мөлшер әр адамда әр түрлі. Бірақ қысқа уақыт ішінде бірнеше литр суды қатарынан ішу қауіпті болуы мүмкін. Дені сау адамның бүйрегі сағатына шамамен 0,8-1 литрдей суды тиімді шығара алады. Бұдан көп мөлшерді қысқа уақытта қабылдау қауіптің артуына әкелуі мүмкін. Суды қалай дұрыс ішу керек? Шөлдегенде және күн бойы аз-аздан ішіңіз. Ыстық ауа райында немесе спортпен айналысқанда сұйықтықты көбірек қажет етуіңіз мүмкін. Бірден көп мөлшерде емес, бірнеше рет бөліп ішкен дұрыс. Ең тиімдісі суды ағзаның қажеттілігіне сай мөлшерде күні бойына біркелкі ішу. Жалпы алғанда қант қосылған газдалған сусындар денсаулыққа пайдалы деп саналмайды. Ал жай газдалған минералды су қантсыз кейбір адамдар үшін қалыпты мөлшерде ішуге болады. Қантты газдалған сусындардың зияны. Құрамында қант өте көп болғандықтан салмақ қосуға ықпал етеді. Тіс эмалінің бұзылуы мен кариес қаупін арттырады. Қандағы қант деңгейін тез көтереді. Ұзақ уақыт бойы жиі тұтыну 2 типті қант диабеті мен жүрек қан тамыр ауруларының қаупін арттыруы мүмкін. Кейбір адамдарда кебу, қыжыл немесе асқазан жайсыздығын күшейтеді. Қантсыз газдалған сусындар. Калориясы аз немесе жоқ болуы мүмкін. Дегенмен олар міндетті түрде пайдалы дегенді білдірмейді. Кейбірінде тәттілендіргіштер мен басқа қоспалар болады, олардың әсері өнімнің құрамына байланысты. Газдалған минералды су. Егер құрамында тек су мен көмірқышқыл газы болса, ол көпшілік адамдар үшін қауіпсіз.
Бірақ асқазаны сезімтал адамдарда кебу немесе қыжылды күшейтуі мүмкін. Қорытынды, шөлді қандыру үшін ең дұрыс таңдау таза ауыз су. Ал қантты газдалған сусындарды мүмкіндігінше сирек және аз мөлшерде тұтынған жөн. Суды дұрыс емес тәсілмен ішу денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Мына жағдайлардан сақ болған жөн. Бір қысқа уақыт ішінде өте көп су ішу қандағы натрий деңгейі төмендеп, гипонатрийемия, бас ауруы, жүрек айну, сананың шатасу сияқты белгілер пайда болуы мүмкін. 2 литр немесе одан да көп суды ішіп қою бүйрекке артық жүктеме түсіреді. 3. Тамақпен бірге шамадан тыс көп су ішу кейбір адамдарда асқазанда жайсыздықпен кебуге әкелуі мүмкін. Аз мөлшерде су ішу әдетте зиян емес. 4. Қатты терлегеннен кейін тек су ғана ішу ұзақ және қарқынды физикалық жүктемеден кейін ағза тұздарды да жоғалтады. Мұндай жағдайда қажет болса, электролиттердің орнын толтыру да маңызды. 5. Ластанған немесе қауіпсіздігі белгісіз суды ішу жұқпалы аурулардың қаупін арттырады. 6. Ұйықтар алдында көп су ішу түнде жиі оянып, дәретке баруға себеп болуы мүмкін. Суды қалай дұрыс ішу керек? Күні бойы аз-аздан ішіңіз. Шөлдегенде су ішуді кейінге қалдырмаңыз. Ыстық күндері және спортпен айналысқанда сұйықтықты көбірек қабылдаңыз.